Ayatal Kursi'nin paydası. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatal Kursi, Bakara Suresi'nin 255. ayatı. Bu ayatın fazileti öte köp. Bu turasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den köptügün hadisleri var. Bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kündördün berekelösü Cuma günü, sözdördün berekelösü Kur'an, Kur'an'dın berekelösü Bakara Suresi. Bakara Suresi'nin berekeli ayatı Ayatal Kursi. Kim Ayatal Kursi'ni okusa Allah ağa bir perişte cünötüt. Al perişte ertesi günü oşol saatga çeyin kılgan жақшы işlerini жазат. Жамандықтары болса жазбайт деп айтқан. Başka bir hadiste farz namazlarından keyin Ayatal Kursi'ni okugan adam menen beyiştin arasını ölüm gana tosып turat dep kelgen. Бұл аят қайсы үйде оқылса, ал үйден шайтан алыстайды. Ей Али, аны уылыңа жана үйіңдегілерге үйрет, қошналарыңа ескерт. Алланың китебінде назарға қаршы оқый тұрған 8 аят бар. Бұлардың 7 аяты Фатиха сүресінде, 1 аят Аятал Курси. Аятал Курсини оқу 1000 аятты оқығанға барабар. Bir момын Аятал Курсини оқыса, Алла Таала өлген момындардың қабырларын нұрландырып кең қылады. Оқыған адамға дағы өте көп сауаптарды береді. Ар бір тамғасы үшін бір періште жаратады. Ал періштелер оқыған адам үшін қияматқа чейін Алладан кешірім сұрайды деп айтқан. Убай ибн Кааб радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Кааб радиаллаху анхуға: "Ей Абу Мунзир, Құрандың аяттарының ішінде қайсынысы улуу деп сұрады. Кааб радиаллаху анху: Аллах жана анын елчisi билүүчү деді. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям қайра сұрағанда Кааб Аллаху ла илаха илля хуал хайюл қойюмды оқыды. Ошондо Алланын елчisi саллаллаху алейхи ва саллям берекелүү колуну Каабтын көкүрөгүнө коюп, бул илим сага берекелүү болсун деді. Имам Навави Аятал Курсини ар бир жерде өзгөчө ухтар алдында окуу мустахаб деген.